менің оқырмандарым, мен сіздерге бүгін орамалдың қасиеті туралы айтып беретін боламын. Ертеде бір елдің азаматтары жаңа қонысқа мал айдап кетіпті. Бас көтерер азаматтары болмаған ауылға тұтқиылдан жау шауыпты. Сол кезде осы ауылдың бәйбішесі басындағы ақ орамалын алып, сойылға байлап, жауға қарсы тұрады. Осылайша жауды жеңіп, ауылды аман-есен алып қалған екен. Осыдан кейін жауды тоқтатқан ақ орамал жаулық аталып кеткен екен. Қазақ халқында жаңа түскен келін басына ақ орамал салған сәттен бастап түскен елінің қамын ойлайды. Жаңа түскен келіннің іздегені байлық емес, 62 тамырын жібітер, дүниеге әкелер болашақ ұрпағының тілеуі. Қазақ халқында жаңа түскен келін басына орамалын салып, жаңжал болып жатқан жерге барып сәлем берсе, тіпті қан төгісті де тоқтатқан. Қазақ үшін ақ орамалды сыйламау, ананы сыйламау, ананы қорлау болып табылады. Әзір осы ақ орамалға байланысты тағда бір аңыз айтып берейін. Ертеде бөлтірік шешен ел аралап жүріп, бір кедейдің үйіне түсіпті. Торғай қамаса тоқтамайтын жыртық киіз үй, төрдегі текеметтің арасынан шөп өскен, отыратын жер жоқ. Үйге кірген кезде үй иесі ақсақал төрге шығыңыз дейді. Сол кезде сол үйдің әйелі басында орамалын алып жерге төсейді. Бұлай ақ орамалын жерге төсейді. Сонда бөлтірік шешен, келін, осындай құрметті өмірімде осы жасқа келгенше көрмеген екенмін. Басыңа қайта тартып ал. Тәңірім саған басыңа жететін байлық берсін, ақ ниетіңе ризамын деп жерден орамалды алып, өзі еңкейіп алып берген екен. Сол күні кедей өзінің жалғыз ешкісін бөлтірік шешенге сояды. Сол кезде шешен, еттің бәрін қазанға ас, ауыл аймаққа бәріне хабар айт. Бөлтірік шешем менің үйімде бірнеше күн болатын болды. Осылайша барлық елге хабар бер деп айтқан екен. Оны естіген ауылдың ауқатты адамдары бірі келіп үйін тігіп, нәрселерін әкеп, біреуі келіп сойыс малын әкеп, әбігер болып бірнеше күн бөлтірік шешенді күтіпті. Шешен қайтар кезінде маған әкелген мына дүниелеріңді және беретін малдарыңды осы жігітке беріңдер деп батасын беріпті. Көп ұзамай дуалы батадан кейін кедей жігіт байлыққа кенеліпті. Мінекей осындай ғибратты әңгіме біздің жас келіндер мен қыз келіншектерге өнеге болып жақсы әсерін тигізсе игі. Біздің әдемай компаниясы да орамал том болмайды, жол болады деген осы қазақ халқының дәстүрін насихаттап, киелі ақ орамалдың және қыз келіншектерге арналған орамалдың сан алуан түрін жасап, халыққа ұсынып келе жатырмыз.